Автокөліктің жаңа техникалық паспортында бұрынғы құжатқа қарағанда меншік иесі туралы әлдеқайда көп мәлімет көрсетіледі. Бір жақсысы, бұрынғыдан көлемі кішірек, әмиянға оңай сияды. Ультракүлгін, голографиялық қорғаныш белгілері мен микрочип бар. Ақшыл көк түсті болмақ. Регистрационно-экзаменационное отделение города Темиртау информирует жителей города. Теміртау қаласының функционалды тіркеу бөлімі қала тұрғындарын ескертеді. 1 қаңтардан бастап елімізде техникалық төлқұжаттың жаңа үлгісі енгізіледі. Ол көлемі жағынан өте ыңғайлы және көп ақпарат қамтылған. Ал ескі құжатты ауыстырудың қажеті жоқ. Көлікті ауыстырған кезіңізде жаңасы қолыңызға беріледі. Бұрынғы техпаспорт меншік иесі мен оның көлігі туралы 11 ақпаратты ғана қамтитын. Жаңа құжатта интегралды микросхема қазақстандықтардың жеке куәлігіндегіге ұқсас тип болады. Онда 21 пункттен тұратын көлік иесі және оның техникалық сипаттамалар туралы ақпарат сақталады. Сотрудник местной полицейской службы при остановке транспортного средства будет вставлять. Полиция қызметкері жаңа техникалық паспортты өз планшетіне жақындатса болғаны. Тип арқылы барлық ақпаратты көруге болады. Бұл әрине өте ыңғайлы. Ал жаңа техникалық құжатқа өз құжатын ауыстырғысы келетіндер болса, уақытынан бұрын бұл қолжетімді. Қажет болған жағдайда қажетті ақпараттың тізімі өзгертіліп, толықтырылуы мүмкін. Бастысы ескі техникалық паспортты тез арада ауыстырудың қажеті жоқ. Себебі жаңа жылға дейін берілген құжаттар көлікті қайта тіркегенше күшін жоймайды. Если срок водительского удостоверения не истек. Жаңа жылдан бастап тағы бір өзгеріс бар. Ол егерде көлік жүргізушісінің құжатының уақыты әлі бітпесе, жүргізуші медициналық тексерістен өтпей, жаңа құжат алуға құқылы. Ал уақыты өткен болса, онда медициналық тексеруден міндетті түрде өтуі қажет. Жаңа өзгеріс жүргізуші куәлігін жоғалтып алғандарға да қатысты. Өткен 2018 жылы тіркеу және сараптама бөлімінде 22.877 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Бұл 2017 жылға қарағанда 3.000-ға көп. 6.000-нан астам автомобиль тіркелсе, 5.000 автокөлік есептен шығарылыпты. Сондай-ақ 10.000-нан астам жүргізуші куәлігі берілген.